Інде 2000-нан астам бала ауыр жарақат алады. Кішкентай биіктіктен құлап бір жеріңді қатты ұрып алуға болады. Құлаған кезде қолға емес, қырымен құлауға тырысыңыз. Күйіп қалған жер өте қатты ауырады. Отпен ойнамаңыз. Бұл өте қауіпті. Мүмкіндігінше ерте жүзуді үйреніңіз. Тек рұқсат етілген жерлерде шомылыңыз. Тереңдігі 1,5 метрден кем болса, суға секірмеңіз. Басыңызға шлем киіңіз және жеке велосипед жолын пайдаланыңыз. Жолдан өткен кезінде жүру бөлігінде өте мұқият болыңыз. Тұншығу тамақ ішкенде де орын алуы мүмкін. Сондықтан тамақтану кезінде сөйлемеңіз және жатып тамақ жемеңіз. Кәмпиттер мен дәрі-дәрмектерді шатастырмаңыз. Уланудың басым бөлігі дәрі-дәрмектерді абайсыз қолдануға байланысты болады.